Жасым 7-ге толған жылы менің өмірім күрт өзгерді. Балалық шақтың тәтті де бейқам күндері аяқталып, есейгенімді сезінуге тура келді. Оның себебі анамның сатқындығы еді. Мен үйдің екінші баласымын. Ағам ата-әжемнің қолында өсіп бөлек тұратын. Ал мен әкем мен анамның жанында еркелеп жүрген балалары болдым. Әкем мені өзімен бірге көлік жөндеуге жиі ертіп алатын. Кішкентай қолдарымды майлап, құрал-саймандарды ұстатып, сенен бір керемет моторист шығады деп мақтанышпен айтады. Әкемнің сол сәттегі көзіндегі мақтанышын қолымнан ұстап маған үйреткенін ешқашан ұмытпаймын. Бала қиялымда ол менің ең мықты, ең жақын досым еді. Алайда бәрі бір-ақ күнде өзгере салатынын ол кезде қайдан білейін. Әкем үйде сирек болатын. Көлік жөндеу жұмыстары кейде кеш бітсе, кейде сол жақта түнеуге тура келетін. Арасында ұрттап алатыны да бар еді. Бірақ бұның бәрі оның бізге деген қамқорлығын ешқашан азайтқан емес. Жұмысынан тапқан ақшасын түгелімен анама әкеліп беретін. Біз ешқашан аштықтың не мұқтаждықтың ащы дәмін сезінбедік. Әкемнің жүрегі кең, мінезі тым жұмсақ еді. Ақкөңіл адал жан. Анама ешқандай қатты сөз айтып көрмеген. Қол көтермек түгілі ауыр сөздің өзін артық санайтын. Ол үшін отбасының тыныштығы, балаларының бақыты бәрінен жоғары тұратын. Бірақ анам сол мейірім мен сыйластықты түсініп, қадірін біле алмады. Бірде көрші ұлдардың тауық асырағандарын көріп, қаттыға қызығып кеттім. Балалық көңілдің қалауы шынайы ғой. Әкем мен де тауық асырайын, маған тауық алып берші деп еркелей жалындым. Әкем менің өтінішімді екі етпеді. Сол күні-ақ таныстарынан тауық тауып әкеліп, әп-сәтте қора салып берді. Қорасы да ерекше еді. 2 бөлмеге бөлінген, бірі қараңғылау, тауықтарға жайлы орын, ал екіншісі тормен қапталған жарық бөлме. Әкемнің осындай қамқорлығы мен шапшаңдығы мені қатты қуанды. Сол күні мәз-мейрам болып тауықтарымды айналып шыққанымды әлі күнге ұмытпаймын. Алайда қуанышым ұзаққа созылмады. Балалық қызығушылығым тез басылып қалды. Біраз уақыттан соң тауықтарға қарайлауды ұмытып, басқа ойынға алаңдай бастадым. Ақыры анам тауықтардың жемі мен суын беріп жүретін болды. Бірақ анам бұл міндетті де күңкілдеп сөйлей жүріп атқарды. Арада 2 ай өтті. Мен тауыққа жоламайтын болғанмын. Анам барлық тауыққа өзі қарап, жұмыртқасын алып жүретін. Ойын баласы болғандықтан үйде көп бола бермеймін. Бір күні анама ескертіп, әжемнің үйіне қонуға баратынымды айттым. Анам келісті. Менен кейінгі бауырларым кішкентай ол кезде. Сонан әжемнің үйіне кеттім. Жаз айы болғандықтан көшеде адам жоқ. Әжемнің үйіне жетер-жетпестен есіме асығым түсті. Ұмытып кетіппін. Ол кезде асық ойнау ең маңызды ойын болатын. Кері бұрылып, үйге қарай жүгіріп келе жатсам, көрші аға біздің тауық қораға кіріп бара жатыр екен. Баламын ғой. Ойыма көрші аға біздің үйдің тауығын ұрлап жатқаны көз алдыма елестеп қатты жүгірдім. Ақырындап тыңдасам, бір түрлі дауыстар естілді. Ештеңе түсінбей тауық қораға кіріп қалсам, анам талтайып тұр. Көрші аға анамды ұрғылап жатыр екен. Тіл-аузым байланып қалды. Жаман нәрсе екенін бала жүрегім біліп тұр. Сол күні анам шырылдап, ешкімге айтпауымды жалынып жалбарынды. Мен тек үнсіз басымды изеп келіскендей болдым. Бірақ анамды жек көріп, және сол күні есейіп кеттім. Сол күннен бастап әлі күнге дейін анам мен көрші ағаны көрсем, бір жерім тырысып қалады. Өз анамды әлі күнге дейін сол күнәсі үшін кешірмеймін де, көргім де келмейді.